Саламатсыздар ма? Мен Санақбаева Назерке, Қараған гуманитарлық кәсіптік колледжі математика пәні оқытушысымын. Өзімнің панорамалық сабағымды ұсынғым келеді. Жалпы кез келген сабақты оқытушы алдын ала жоспарлайды. Сол жоспарлау барысында студенттерге нені оқытамын, қандай оқу мақсаттарына жеткіземін, студенттерім білімді оңай игеру үшін, олардың есепке қызықтыру үшін қандай әдіс-тәсілдерді қолдануға болады деп көп ойландым. Сол себепті назарларыңызға бірінші курс студенттеріне математика пәні бойынша барлық бірінші семестрді, яғни барлық тарауларды қорытындылауға арналған бекіту сабағын ұсынамын. Жалпы математика пәнін барлығы қызықсыз және қиын деп айтады. Сол себепті мен осылай матч футбол, яғни ойын сабақ түрінде ұйымдастырдым. Сабақ қызық болғанда ғана оқушыға барлығы түсінікті болады. Демек, сабақ оқушы үшін қызық болуы тиіс деп неміс психологы Герберт айтқандай, мен өзімнің сабағымды студенттерге қызықты қылып өткізу мақсатында матч футбол ұйымдастырдым. Менің бүгінгі сабағымның негізгі мақсаты ойын ойнау арқылы есептерді шығарып, яғни туынды ережелері мен формулаларын, функцияны туынды арқылы зерттеуді практикада қолдануды үйрету, оқушылардың жеке қасиетін дамыту, білім дағдысын, ойлау белсенділігін, пәнге қызығушылығын арттыру және өзара қарым-қатынасты нығайту, жинақтылыққа, реттілікке тәрбиелеу болып табылады. Және менің бұл матч футболым футболдағыдай бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезең, төртінші кезеңдерден тұрады. Бірінші кезеңде біз бірінші тайм, яғни берілген сұрақтарға бірінші болып сигнал басқан команда жауап береді. Егер де олар жауап бере алмаған жағдайда, олар келесі командаға беріледі. Екінші кезең, екінші тайм, бұл балдық жүйелер мен тақырыптар беріледі. Қалаған тақырыбы және балдық жүйесі бойынша сұрақтарға жауап береді. Үшінші кезең бізде штрафной ережесі, студенттер жеке-жеке есептер шығарып, және есептердің дұрыс шығарылуына байланысты ұпай береді. Одан кейінгі төртінші кезең капитандар сайысы, яғни команда капитандарына тапсырма беріліп, кім бірінші әрі дұрыс орындайды, сол командаға жоғары ұпай есептеледі. Және мен бірінші ойында ең алғаш студенттерді таныстырмас бұрын екі командаға бөлген болатынмын, яғни екі командаға осылай таныстыру видеоролигін қосамын. Одан кейін бұл Барселона, одан кейін Реал Мадрид. Және менде осылай сұрақтар шығып отырады жауаптармен. Одан кейінгі бұл бірінші тайм. Екінші таймда, яғни өздеріңіз көріп отырғандай, әр функциялар, тригонометриялық функциялар туынды үш тақырып бойынша, үш бөлім бойынша балдарды таңдау арқылы жауап береді. Үшінші айналым штрафной. Бұл жерде Реал Мадрид және Барселона командасына осы интерактивті тақта арқылы туынды есептер беріледі. Осы есептерді әр бала шығару арқылы тоже гол соғады. Капитандар сайысы. Капитандар сайысында екі капитанға бөлек-бөлек тапсырмалар беріледі, яғни PPT және Neoport қосымшалары арқылы жасақталған екі таблица беріледі. Оларды сәйкестендіру арқылы есеп шығарады және тапсырмаларды орындау арқылы сөз құрастырады. Одан кейін мына жерден студенттердің орындау тапсырмалары көрініп тұр. Ең соңғы бізде бекіту, яғни рефлексия бойынша мен кері байланысты QR-код арқылы жасақтаған болатынмын. Яғни әріптестерге және студенттерге арналған QR-кодтар бар. Ең бірінші QR-кодты ашсақ, ашық сабақтың тақырыбы және мақсаты шығады. QR-ды ашқан кезде ол менге Саламатсыздар ма? Бүгінгі матч футбол ойын сабағымызға қош келдіңіздер. Ашық сабағымыздың мақсаты тестік есептерді шығарту арқылы туынды ережелері мен формулаларын функцияны туынды арқылы зерттеуді практикада қолдануға үйрету, оқушылардың жеке қасиетін дамыту, білім дағдысын, ойлау белсенділігін, пәнге қызығушылығын арттыру, өзара қарым-қатынасты нығайту, жинақтылыққа, реттілікке тәрбиелеу. Бұл жерде мен Virbo қосымшасын қолдандым. Бұл жерде жасанды интеллект. Ол екінші QR-код. Бұл жерде сабақ жайлы өз ойларын білдіреді, яғни әріптестерге бөлек, оқушыларға бөлек екі QR-код беріледі. Бұл жерде QR-кодта менде осындай сұрақтар шығады. Бізде мынау әріптестерге арналған сұрақтар. Сабаққа айтар ұсынысыңыз, сабаққа білдірер пікіріңіз, сабаққа сын ескертпеңіз деп. Бұл жерде барлығы мінекей. Сабаққа айтар ұсыныстары жоқ, өте тамаша, жоғары деңгейде өтті, сабаққа алып қосарым жоқ. Одан кейін сабаққа білдірер пікірлері, одан кейін сын ескертпелері. Одан кейін бізде студенттерге арналған кері байланыс. Бұл жерде барлығы көрініп тұр мінекей. Бірінші ашық сабақ тақырыбы ашылды деп ойлайсыз ба? Иә, жоқ. Одан кейінгі сабақтың ең қиын болған жерлері, яғни туынды есептер шығару кезінде бізде балалар көбінен тригонометриялық есептерді шығару кезінде қиналғаны көрініп тұр. Одан кейінгі өз жұмысыңызға қанағаттанасыз ба? Топтық жұмыста қандай жұмыстар өзгерістер енгізер едіңіз және ашық сабақты 1-ден 5-ке дейін бағалаңыз. Мінекей осылай студенттер бағалаған болатын. Ең соңында барлық осы жерде ашық түрде оқушылардың бағалаған барлық кері байланысы интерактивті тақтада көрініп тұрады. Бұл жерде мен жалпы ашық сабағымда Canva қосымшасын қолдандым, яғни жаңағы приглашение дайындау үшін, мінекей мына QR-кодтар дайындау үшін Canva қосымшасын қолдандым. Одан кейін Virbo қосымшасы арқылы фотоны жасанды интеллект ретінде сөйлеттім. Одан кейін WordWall, PPT және Neoport қосымшалары арқылы
кестелік сұрақтарды дайындаған болатынмын. Осымен мінекей мына жерде балалардың QR-кодты сканерлегені және мына осылай барлығына көрсеткен болатынмын. Рахмет қатысып тыңдағандарыңызға.